Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Құрметті шәкірттер, құрметті бауырлар. Бүгін бізде айтқанда мәтіннің соңы. Біз мейрам мәтінін аяқтап жатырмыз, бірақ бұл дәрістің соңы емес. Өйткені біз мудауафты жіктеп болғаннан кейін міндетті түрде басқа да етістіктің түрлерін әмсилаға, бинаға сәйкес жіктеп шығамыз. Жаңағы өткен дәрісте өткен әжуаф, мисал, нақис, ләфифтарды. Бүгін енді мудауафты қалай жіктеу керек, соны өтеміз. Яғни мудауафтың әмсиласын өтеміз. Сондай-ақ оның 35 бапта қалай жіктелетінін үйренеміз. Біріншіден мудауаф деген не? Мудауаф дегеніміз, мен өткенде айтып кеткендей, дауафа юдауифу көбейту. Яғни мысалы бірді екі көбейтсең не болады? Екі болады, дұрыс па? Яғни сен бір әріпті екі көбейтесің, сонда бір әріпті екі көбейткен кезде оны қалай көбейтесің? Бір-біріне қосасында шәддалайсың. Сонда ол мудауаф болып шығады. Мысалы мәдәдә. Бұл жерде екі бірдей әріп бар, ол дә деген. Екеуін қосқан кезде мәдә болып кетеді. Бізде мәдәдә етістігі екеуін бірге қосқан кезде не шығады? Мәддә шығады. Яғни сен оны бір көбейткен дейсің, күшейткен секілді боласың да. Сонда бұны мудауаф деп атайды. Енді бұл анықтамасы не дейді? Әл-мудауафу хуа айнуху ва ламуху min jinsin вахидин. Сосын наху мәддә. Ары қарай. Аслуху мәдәдә. Хузи қараңдар. Мәдәдә. Біз не істейміз? Бұны бір-біріне қосу үшін біріншіден наны сукундайсың. Яғни осы әріптің бірдей әріптің харакатын алып тастау, яғни сукундау. Өйткені бізде харака және сукун болады. Харака бар жерде сукун болмайды, сукун бар жерде харака болмайды. Демек, харакатын алып тастау сукундау деген сөз. Сукундағаннан кейін, яғни қараңдар, бірінші әріптің харакатын алып тастағаннан кейін соны удғимат фи дәли thәния. Удғима дегенде удхила, яғни кіргізу. Яғни бұны сукундағаннан кейін екіншісіне кіргізіп жібереміз. Кіргізген кезде бізде не шығады? Мәддә шығады. Енді қара, удғимат деген сөзді қолданды. Удғима деген мады қалай болады? Маали маулума? Адғама. Адғама юдғиму идғаман. Удғима деген мәжхул. Адғама етістігінің несі? Мәжхулі. Ары қарай енді келесі дәрісте не? Идғамның түрлерін өтеміз. Идғам дегеніміз не? Хуа идхалу ахадил мутажанисейни фил ахар дейді. Яғни идхалу ахадил мутажанисейн. Тажанаса деген бір жыныстан болу деген сөз. Мутажанисейн екі бір жыныстан болған әріпті бір-біріне естеу, кіргізу дейді. Бұны идғам деп атаймыз. Енді идғамның үш түрі бар. Идғамның қанша түрі бар? Үш түрі бар. Уәжіп, жәис және мумтани. Уәжіп, жәис және мумтани. Уәжіп дегеніміз не? Біз оны тіл білеміз. Уәжіп деген міндетті. Тілдік мағынасы не? Міндетті. Жәис деген мағынасы болады, рұқсат. Мумтани дегеніміз рұқсат емес, тыйым салынған. Яғни идғам жасауға болмайды. Демек, кей жерде идғамды жасау міндетті болады, кей жерде идғамды жасауға рұқсат, жасамасан да болады, кей жерде идғам мүлде жасауға болмайды. Енді біз әрқайсысын жеке-жеке өтейік. Идғам қашан уәжіп болады? Яғни екі бірдей әріп аякуна харфани мутажанисани мутахаррикейни. Екеуі де харакатты болу, жаңағы мен айтқан мәдәдә. Түбірі не еді? Мәддән түбірі мәдәдә еді. Немесе, мысалы, бірінші әріп сукунды болды, одан кейін екінші әріп харакатты болды. Сонда сен бірінші әріпті екінші әріпке кіргізіп жібересің, идғам дап жібересің. Мысалы, қараңдар, мәдәдән, мысалы, мастары мәддун. Мәддун. Аля өзни насрун. Насрға салсақ? Насрун. Мәддун. Бірінші әріп сукунда, екінші әріп харакатты. Сен не істедің сен? Қосып жібердің да, сонда сенде не шығады? Мәддун шығады. Мәддун деген не шықты? Мастар шықты дейді. Жақсы, енді мәдданы біз мадиын жіктейік. Қараңдар.
Madda. Madda. Неге? Өйткені түбірі madada. Жақсы? Maddu түбірі madadu. Яғни екеуі не? Харакатта. Түсінікті ма? Сол үшін не істейміз? Идғам жасаймыз. Идғам жасау міндетті. Maddat. Өйткені түбірі madadat. Я насарат қасы. Екеуі де харакатты болғаннан кейін не істедік? Идғамдадық. Maddata. Madadata. Идғамдадық. Maddata қыл жердік. Я, бірақ madadana деген кезде аля өзі насарна деген кезде ол жерде идғам жасауға болмайды. Ол идғамның үшінші түрі. Идғам жасауға болмайтын жерлер. Жақсы, демек осы madadnaға дейін идғам не болады? Важип болды. Madda, madda, maddu, maddat, maddata деп тоқтаймыз. Мудориға келетін болсақ, мудориға да солай. Ямудду түбірі ямдуду. Ямудду түбірі ямдуду. Қайдан білдік? Әрдайым сіз егер де ауру муътал болған, яғни сау емес, ғойру сәлім болған етістіктің түбірін білгіңіз келсе, оны сахихпен, сәлім етістікпен салыстырыңыз. Демек, мадда ямудду бірінші баптан болса, демек сен насара янсуруға не істейсің? Салыстырасың. Сонда ямдуду оның несі тені не болу керек? Янсуру. Осылай тексереміз. Жақсы? Тексерген кезде қарақат сәйкес болып тұр ма? Демек дұрыс. Бұл шын не? Оның негізгі асылы. Енді бізде ереже бар. Не істеу? Екеуін бір-біріне идғамдау. Бірақ сен наны сукундағаннан кейін, яғни идғамдау үшін не істейсің сен? Идғамдау үшін сен бірінші әріпті сукундайсың. Сосын барып қосасың ғой. Бірақ бірінші әріпті сукундаған кезде не байқадыңдар? Мына жерде де сукун бар. Ал ол рұқсат па? Рұқсат емес. Сол үшін де сен алдымен, егер осындай жағдай болып қалса, екі сукун кездесуге мәжбүр болса, онда сен бірінші наның харакатын бірден алып тастама, оның харакатын алынға әріпке бер. Оның харакатын не істейсің? Оның алындағы әріпке бересің. Сонда мынау доммаланады, алына сукундалады. Сол кезде идғам жасайсың. Сонда сенде не шығады? Ямудду шығады. Жарай ма? Сонда сен не шықты? Ямудду. Сонда сен мудориға жүктеген кезде әни уна қосасың. Ямудду, ямуддани, ямуддуна. Тамудду, тамуддани. Бірақ ямдудна. Неге ямдудна? Өйткені ян сурна. Сен не істейсің? Оны тексересің. Қараңдар. Ям дудна. Мынаның харакатын мынаған берсең, мына жері домалады, мына сукундалады ғой. Мына қарама, көрдің ме қаншама сукун болып қалады? Қайттан сукундалады. Сол үшін де сен мына жерде идғам жасай алмайсың. Сондықтан да бұл жерде идғамның қай түрі? Үшінші түрі, мумтани, идғам мумтани. Яғни жаму муаннас ғойбта мумтани. Айттық қой біз проблематичный жаму муаннас ғойб. Яғни не болса да ол өзгермейді да. Сонда ямудду, ямуддани, ямуддуна, тамудду, тамуддани, ямдудна. Тамудду, тамуддани, тамуддуна, тамуддина, тамуддани, тамдудна. Амудду, намудду. Жақсы, бұл мәчхул. Ары қарай, сонда мадда, мадду, маддат, маддата, мададына дедік. Өйткені қайттан жаңа муаннас көрдің ме? Яғни сен неге идғамдай алмайсың ол жерде? Өйткені сен наны харакатын сукундайтын болсан, сен мына жерде қайттан не болып қалады? Илтиқау сакинайн болып қалады. Екі сукун қайттан. Наған харакат бере алмайсың. Өйткені сен маддана деп айта алмайсың. Маддана деген арабтар олай айтпаған. Сондықтан да сен мададана деп қалдырасың. Ары қарай дәл осы немен жіктейсің. Несімен, қарқынмен. Мададна, мадатта, мадаттума, мадаттум, мадатти, мадаттума, мадаттунна, мадатту, мададна. Жақсы? Мачхулі қалайық. Мадданы мачхулі қалай болады? Мудидаға салыстырасың. Мудида. Сосын бір мудда қыласың. Қалай? Мудида. Бірінші дәлелен сен сукундадың, идғамдадың не шықты? Мудда шықты. Мудда, мудда, мудду, муддат, муддата, мудидна. Неге? Нусирна. Жақсы? Мудидна, мудитта, мудиттума, мудиттум, мудитти, мудиттума, мудиттунна, мудитту, мудидна. Көне қиын емес. Демек бізде мади мудориған жүктеу түсінікті ма? Мадда ямудду. Мастар маддан. Маддан, маддани, маддатун. Насрун, насрани, насратун. Енді исму фаил. Маддун. Қалай ол маддун болды? Маддун қалай шықты? Маддун түбірі мадидун. Бірінші әріпін сукундайсың, одан кейін идғамдайсың, сонда сен не шықты?
Мәддун. Сонда жіктеген кезде мәддун, мәддани, мәддуна, мәддатун. Мәддатани, мәддатун, ва мәваддун. Неге? Қай форма? Навасир. Навасир. Қалай шықты ол? Мәвадиду. Сосын идғамда жерді мәваддун шықты сінде. Жарай ма? Ары қарай. Мәдда ямудду мәддан фахуа мәддун одакі мәмдудун. Ол жерде сен идғамдай алмайсың. Неге идғамдай алмайсың? Өйткені мынау екеуінің бір-біріне қосылуына вау не себеп тұр? Бөгет болып тұр. Мамдудун, мамдудани, мамдудуна, мамдудатун, мамдудатани, мамдудатун. Деп не істейсің? Осылай жіктейсің. Ары қарай кеттік, ләмға кеттік. Ләм. Ләм бұл не істейді? Сукундайды ғой. Енді шаддалы әріпті сукундай алмайсың. Өйткені ол жерде екеу ғой. Сонда сен оны ашасың. Сонда ішінен шықты? Ләм ямдут шықты. Сен осылай жіктесен болады. Ләм ямдут деп. Бірақ идғамдасаң да болады. Жақсы, осы жерде идғам жайыз деген шығады. Идғам жайыз деген не? Идғамдасаң да болады, идғамдамасаң да болады. Қараңдар. Харфул аули минал мутачаннисайни мутахаррикан дейді. Яғни екі бірде әріптің бірінші әріпі не? Харакатты. Ары қарай уассани екінші сукунда дейді. Сакинан, ләкин бисукунин арид дейді. Сукун арид дегеніміз не бауырлар? Сукун арид дегеніміз пайда болған сукун. Яғни әу бастан бар болған сукун емес. Пайда болып шықты. Қайдан келді ол сукун? Ләм келді, сукун пайда болды. Ләм кетті, сукун кетіп қала ма? Қалады. Демек ол сукун әу бастан бар ма? Жоқ, ол келіп кетуші сукун. Жақсы, қандай сукун? Оны арабша не дейді? Арид. Сукун арид. Түсінді ма? Мына ләм ямдуд. Осы жерде сен алдымен не істейсің? Мынаны бірден сукундайтын болсаң, мына жерде сукун бар. Жақсы? 3 сукун қатардан келіп тұр ғой. Болмай қалады, Сол үшін сен істейсің? Алдымен мынаны харакатын аған бересің. Мынау домаланды, Мынау домаланды. Мынау сукундалды. Енді сен мынаған харакат беру керексің. Өйткені қайттан илтиқау сакинейн болып қалмау үшін, екі сукун несі қалмау үшін, кейіс қалмау үшін. Осы жерде харакат берген кезде сенде ләм ямудда деп айтсам болады, ләм ямудди деп айтсам болады, немесе ләм ямудду деп айтсам болады. Үш харакатпен харакаттасан рұқсат дейді. Міне, нуқилат харакати дәл ула иләл мим. Яғни бірінші дәлдің харакатын мимға неседік? Жібердік, ауыстырдық дейді. Ары қарай. Сосын екінші дәлді харакаттадық дейді. Не фатхамен? Неге фатхамен болады? Өйткені фатха ең жеңіл харакат. Жақсы, сол үшін біз фатха береміз. Ары қарай. Немесе домма. Неге? Өйткені оның ортаңғы әріпі доммалы ғой. Соған сәйкестік ретінде. Ләм ямудду. Ау бил кәсір дейді. Яғни кәсірамен істесем болады. Ләм ямудди. Неге? Өйткені әдетте екі сукун кездескен кезде және ешқайсысын сен алып тастай алмаған кезде сен қандай харакат бересің? Кәсіра бересің. Жақсы? Сол кезде біз осындай неге не істейміз? Кәсіра беруге мәжбүр боламыз. Мысалы қараңдар. Мәнил әмиру. Мән, көрме? Мына жерде екі сукун. Мән және ләмнің сукуны. Хамза осы ол так оқылмайды. Өйткені сөйлем ортасында оқылмайды ғой. Енді сен наны өшіре алмайсың, сен не істейсің? Харакаттайсың. Не үшін? Сөзді оқи алу үшін. Сонда кәсір қоясың, да мәнил әмиру болады. Жақсы? Сол үшін де біз мына жерге кәсіраны бере аламыз дейді. Жақсы? Үш харакаттың себебін түсіндірдің ба? Не үшін үш харакатты қойға болатын? Жақсы, ары қарай. Неге? Өйткені бұның сукуны неге оны харакаттауға болады? Өйткені сукуны арид, сукуны пайда болған. Ары қарай. Сосын біз мынаған харакат беріп, да, ди, ду, сосын идғамдадық, сонда ләм ямудда, ләм ямудди, ләм ямудду шықты. Идғаммен қоса ләм ямудда болады, немесе ләм ямудду болады, немесе ләм ямудди болады. Немесе жаңа мен айтқандай ләм ямдудта рұқсат. Өйткені идғам ол жерде қандай? Жайыз. Сен де болады, істемесең де болады. Демек, ләм ямуддан жіктейміз. Ләм ямудда, немесе ләм ямудди, либо ләм ямудду. Ары қарай тәсінен қоссақ. Ләм ямудда. Өйткені ләм бара кезде не түседі?
Yamuddani еді ғой. Нун түсті ләм ямудда. Одан кейін жама ләм ямудду, ләм тамудда, ләм тамудди, ләм тамудду. Үшеуі дұрыс. Одан кейін ләм тамудда. Одан кейін ләм ямдудна. Жақсы? Осы жерде ямдудна. Бұл жерде идғам қандай тұр? Идғам мумтани. Идғам мумтани дегеніміз не? Аякуну харфул ауылу минал мутаджанисейни мутахаррикан ва сани сакинан бисукунин асли дейді. Яғни біріншісі харакатты, екіншісінің сукуны асли дейді. Қалай асли? На ямдудна, на жерде дәл бір жерден пайда болды ма? Ол жерде сен на жерге ләмді қой, ләнді қой, ләні қой, мәні қой, ямдудна болып тұра береді ғой. Демек оның сукуны қандай? Асли. Жақсы? Сукун өзгермейтін сукун. Сондықтан да бұл жерде сен не істей алмайсың? Бұл сукунды сен алып тастай алмайсың. Алып тастай алмағаннан кейін наның қаракатынаған бере алмайсың. Бере алмағаннан кейін жерде сукун қойып екі сукун алып тастай алмайсың. Демек ол солай қала береді. Идғам жасауға болмайды. Ямдудна. Жақсы? Сонда идғам мумтани қай жерде идғам мумтани болады? Біріншіден мадида жаму муаннастан бастап, жаму муаннас ғойыппадан бастап сонына дейін. Жақсы? Мәддаднадан бастап мәддаднаға дейін. Ал мудорихта тек қана жаму муаннас ғойыппен жаму муаннас мухаттаптан. Жақсы? Сол жерде ғана идғам не болады? Мумтани болады. Дәл солай амр хадырда да жаму муаннаста амр хадырда не болады? Идғам мумтани болады. Яғни қай жерде жаму муаннас бар, сол жерде идғам рұқсат етілмейді. Жақсы? Яғни екі әріпті бірге қоса алмайсың. Болды, осымен бітті. Енді біз арқылы өзіміз жүктей береміз. Яғни біз үйрендік қой, идғам түрлерін білдік. Енді сіздер тек қана несіздер? Логика. Жалпы сарф деген нәрсе, сарф ілімі ол логика. Сарф ілімі дегеніміз ол математика. Яғни егер сен бұның математиканы білсең, мысалы сен алдымен не істейсің? Бірден баса 9-ға дейін көбейтуді үйреніп аласың ғой. Кейін ары қарай саған мектепте 100-ді 200-ге қалай көбейтуді үйретпейді ғой. Өйткені сен несін үйрендің? Базасын үйрендің. Ары қарай өзің басыңды істетіп көбейте бересің. Дұрыс па? Саған бірден 9-ға дейін көбейтуді үйреніп алсаң болды. Дәл солай, сарфта да солай. Негізгі ережелер біліп алсаң болды. Ары қарай кез келген есіктің несін сала бересің. Сонда біз идғамның осы үш түрін білетін болсақ, ары қарай не істейміз? Болды, сала береміз. Сонда қараңдар, мәдда ямудду мәддан фахуа мәддун одака мамдудун. Ләм ямудда, ләмма ямудда ямудду ямудди. Өйткені ол жерде идғам не? Жайыз. Жақсы? Онан кейін лән келеді. Лән ямудда. Ол жерде идғам жайыз ба? Жоқ, идғам уажиб. Неге? Өйткені лән ол идғам сукундамайды ғой. Ол жерде сукун жоқ, ол жерде фатха ғана. Демек лән ямудда дейсің. Сосын ма ямудду, ла ямудду. Енді қара, ли ямудда, ли ямудду, ли ямудди деп үшеу рұқсат. Неге? Өйткені ол жердегі амр не істейді сөзді? Сукундайды. А оның сукуны асли ма? Жоқ, қандай? Арид. Демек ли ямудда, ли ямудди, ли ямудду немесе ли ямдуд деп айтсам болады. Жақсы? Дәл солай ла ямудда, ла ямудди, ла ямудду деп айтсам болады, немесе ла ямдуд деп айтсам болады. Ары қарай бізде амр хадыр. Амр хадыр жасау жолы. Ямудду еді. Я? Не істейсің сен? Яны өшіп тастайсың. Енді осы жерде үш харакат жайыз. Дұрыс па? Өйткені сукуны қандай? Арид қой. Сукуны арид. Сонда мудда, мудду, мудди деп айтсам болады. Жақсы? Ал жүктеген кезде мудда, мудда, мудду, мудди, мудда, умдудна. Өйткені ол жер идғам мумтани. Опять әйелтегі ғой. Идғам не? Мумтани. Өйткені аля өзни унсурна. Түсінді ма? Унсурна, умдудна. Ол жер идғам дая алмайсың. Түсінді ма жігіттер? Демек, мудда нехи қалай болады? Ла тамудда. Жақсы? Мудда нехи ла тамудда. Ары қарай бізде не кетеді? Заман макан. Мансарун мамаддун. Исм алат мимаддун. Маддатан насратан. Миддатан нисратан. Маддатан өйткені түбірі маддатан еді ғой. Маддатан насратан. Миддатан. Көрдің ма? Идғамда жүрдім. Маддатан миддатан. Ары қарай бізде исм тазғир. Нусайрун мудайдун. Өйткені идғамда алмайсың. Я тұр. Маддиюн. Я? Маддиюн. Идғамдайсың. Маддадун. Идғамдай аласың ба? Жоқ. Амадду. Түбірі амдаду. Неседің? Идғамда жүрдім. Сосын ма амаддаху ва амидда бихи. Түсінікті ма? Оп-оңай. Сонда мен тыңдаймыз тағы бірлет.
مد يمد مدا فهو ماد، وذاك ممدود. لم يمد لما يمد، ما يمد لا يمد، لن يمد ليمد، مد لا تمد، ممد ممد، مدة مدة، مديد مدي مداد، أمد ما أمده وأمد به. كم شغب جكتب بدت дархан кел ал. Так, сені қатты қинамай қояйын. Жеңіл кетсік біріне. Мысалы, родда. رد يرد ردا فهو رد وذاك مردود. لم يرد لم يرد لما يرد ما يرد لا يرد لن يرد ليرد لا يرد رد لا ترد مرد مرد ردة ردة رديد رديد ردي رداد أردد أرد ما أرده وأرد به. Жақсы. Сендерге үй тапсырмасы ретінде, осы родданы, осы мудоафты 35 баптың бәріне салып шығуға тырысыңдар. Яғни қара, 35 бап дегенде рубаи оған кірмейді. Демек, рубаиларды азайтып тастаймыз, яғни муджарат пен мазидтарды. Демек, сен бар болған 18 бапты жүктейсің. Жақсы? 6 сүлеси муджарат. И то, сүлеси муджараттың барлық бабында жоқ, 3 бабында ғана бар. Ол насара янсуру, дараба ядрибу және фатаха яфтаху. Яғни радда ярудду, фарра яфирру, адда яадду. Бол, 3 бап жоқ. Одан кейін сүлеси мазид фихта акрама бабында аадда, фарраха бабында аддада, сосын қатала бабында адда, одан кейін инфаала бабында инқадда, ичтама бабында и'тадда, одан кейін иф'алла ихмарра бабында жоқ, такаллама бабында мысалы тамадда, одан кейін тафаала бабында тамадда, одан кейін бізде не қалды? Истафала бабында мысалы истаадда, и'шауша бабында жоқ, жилауазада жоқ, ихмаррада дож жоқ. Көрдіңіз, осы қана. Сонда қалай жетеміз? Мені тыңдаңдар, өздерің сосын үйге жетіп келесіңдер, сосын сендерді тексеремін. Фарра яфирру, фарра яфирру, өйткені қалай? Яфриру, аля өзіне ядрибу. Жақсы, яфриру. Харакат не істедің? Оны харакат кімге бердің? Фаға бердің, яфирру. Фарра яфирру фаррун фахуа фаррун. Жақсы? وذاك مفرور. لم يفر لما يفر ما يفر لا يفر لن يفر ليفر لا يفر فر لا تفر مفر. Неге фирра? Өйткені мудоригасы яфирру. Яны алып тастадың, фирра шықты. Түсінікті ма? Бірақ жігіттер мынаны біліңдер. Лам яфирра деген кезде лам яфирра, лам яфирри, және соңғы вариант қандай? Лам яфирру деп айтуға болмайды. Яфирру деп неге айтуға болмайды? Өйткені ортаңғы әріпі домалы емес қой, кәсіралы. Кәсіралы фатха рұқсат, бірақ домай рұқсат емес. Жақсы, ләмда, ләммада. И амр хадырда, и амр қойыпты. Инеки хадырда, инеки қойыпты. Демек сенде фирра фирри, ля тафирри деп айта аласың. Жақсы? Фирру, ля тафирру деп домамен есе алмайсың, айта алмайсың. Мафаррун, мифаррун, заман макан. Фарротан, фирротан, фурейрун, фаррийун, фаррарун, афарру ма фарра хуа фирра бихи. Фарра деген мағынасын білесіңдер ма? Қашу, қашу, адам қашқан кезде тез қашады ғой, дұрыс па? Содан феррари болып кетеді ол. Фарра деген сөзді шыққан. Алла Тағала Құранда не дейді? Фафирру илалла. Фирру дейді, қара? Фирру. Кімге айтылған? Жамаға. Фирру, жүгіріңдер. Аллаға қарай жүгіріңдер. Түсінікті ма? Фирру. Келесі адда яадду. Адда яадду аддатан фахуа аддун. وذاك معضود. لم يعضي деп айтуға болады. Лам яадду деп айтуға бола ма? Неге? Өйткені ортаңғы әріпі домалы емес. Ламма яадда, ма яадду, ла яадду, лан яадда, ли яадда, ла яадда, адда, ла таадда, мааддун, миаддун, аддатан, иддатан, удайдун, аддийун, аддадун, аадду, ма ааддаху ва аидда бихи. Ары қарай, акрама бұны, аадда, дәл. Аадда, юидду, мастер қалай болады? И'дадан, икраман. Исм фа'ил? Муиддун, маф'ул, муаддун.
لم يعد لما يعد ما يعد لا يعد لن يعد ليعد لا يعد أمر حاضر أعد жақсы وأعد لهم ما استطعتم من قوة дейді алла тағала яғни أعد жақсы لا تعد معد оңай ең оңайы فرح бабы عدد يعدد تعديدا فهو معدد وذاك معدد لم يعدد لما يعدد ما يعدد لا يعدد لن يعدد ليعدد لا يعدد عدد لا تعدد معدد неге өйткені қараңдар عدد мына жер يعدد ғой мына сукун мынау шаддалы емес та түсіндіңдер ма сол үшін де бұл сукундалады мына шаддалы емес қой шаддалы қай жер ортаңғы әріпі сол үшін юаддиду деп айтасың түсінікті ма өйткені фарруха бабының ерекшелігі неде айн әріпінен бір әріп қосылды ғой как будто бұл жер үш дәл да түсінікті аддада түсінікті ма фарруха ғой фарруха түсінікті ма сәйкес келіп тұр ма келесі бап қатала юқатилу адда юқатилу юадду иә неге түбірі өйткені юадиду адда юадду муаддатун муаддатун фахуа муаддун вадака муадду неге өйткені шадда түбірі қалай муадидун исму фаил исму мафул муаддадун لم يعد لما يعد ما يعد لا يعد لن يعد ليعد لا يعد عادي жақсы لا تعدي معد мен енді тез жіктеп беріп жатыр өйткені мынау деңгейге жеткен адам осының бәрін жіктей алу керек жақсы келесі инкасара бабына саламыз инкасара бабына салсақ мысалы инқадда янқадду түбірі янқадиду идғамда жерін янқадду шықты инқадда янқадду инқидадан инкисаран то есть всегда сахихпен салыстырыңдар шықпай жатыр ма сахихпен салыстыр сосын жаңағы ережеге сал идғам жасауға бола ма болмай ма жақсы сонда сенде оңай шығады инқадда янқадду инқидан фахуа мунқаддун одака мунқаддун екеуі бірдей неге өйткені түбірі мунқадидун мунқададун анау мұхмарун секілді ғой لم ينقض لما ينقض ما ينقض لا ينقض لن ينقض لينقض لا ينقض انقض لا تنقض منقض келесі افتعل бабына اعتد يعتد اعتدادا فهو معتد وذاك معتد қайттан бірдей болады иә түбір несі ғана ашық айырмашылық қандай тек қана түбірінде معتدد معتد لم يعتد لما يعتد ما يعتد لا يعتد لن يعتد ليعتد لا يعتد اعتد لا تعتد معتد сосын ихмарада жоқ дедік тафаал бабында тааддада міне тааддада жақсы تعدد يتعدد تعددا فهو متعدد وذاك متعدد لم يتعدد لما يتعدد ما يتعدد لا يتعدد لن يتعدد ليتعدد لا يتعدد تعدد لا تتعدد متعدد енді бізде тафаал бабы қалды تعد يتعاد تعادا فهو متعاد وذاك متعاد لم يتعاد لما يتعاد ما يتعاد لا يتعاد لن يتعاد ليتعاد لا يتعاد تعاد لا تتعاد متعد жақсы келесі истафал бабы иә соңғысы осы истаадда деген не мағынасы не дайындалу демек истаидду дайын болыңдар استعد يستعد استعدادا فهو مستعد وذاك مستعد لم يستعد لما يستعد ما يستعد لا يستعد لن يستعد ليستعد استعد لا تستعد مستعد жақсы осындай скорость керек жігіттер яғни ми сенің миың уже автоматически не істеу керек та 5 көбейту 5 25 дегендей ойланбайды 6 көбейту 6 36 дәл солай сонда истаадан амыр истаидда дайындалыңдар истаидду мен дайын болдым истадатту көрдің ме мен дайын боламын астаидду жақсы түсінікті ма жігіттер вот алла сіздерге жеңілдік берсін тауфиқ берсін бина мәтіні бітті бірақ не дедік біз сарф бітпедік өйткені біз не істейміз біздің ұран сарфқа өміріңді сарп ет сол үшін де мына мудауақты бітіргеннен кейін иншалла мисалды жүктейміз осылай миларыңды қосыңдар оятыңдар өйткені оның барлығы не демеймін оңай демеймін қиын да демеймін жақсы біз мен сіздерге сарфтың жаңаша бір үйрету түрін жасап жатырмын да ол чисто практикамен то есть біз ана жерде ел-ержелері бүйтіп мыжып отырмаймыз قال يقول قولا فهو قائل وذاك ما يقول لم يقول لما يقول ما يقول لا يقول لن يقول ليقول لا يقول قول تقول ما قول ما قول деп жіктеп кетеміз
Жақсы, ол жерде сәл-пәл ережесін үйретемін, ары қарай өздерің сап кете бересіңдер. Жақсы, осымен бүгінгі дәрісіміз тәмам. Уассалаллаху тағала аля хайри халқи Мұхаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.